Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Қалдыбай Қарлығаш Сәрсенбайқызы, бастауыш сынып мұғалімімін. Біз бүгін 2-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің номер 107-108 сабағын өтетін боламыз. Сабақты бастамас бұрын сабаққа дайындықты мына өлең жолдарынан бастайық. 1, 2, 3, жан-жағымыз тып-тыныш. Жалқаулықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы етістік. Оқу мақсаттары. Мұғалім көмегімен жеке сюжетті сурет арқылы шағын сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу. Дәл осыған байланысты бағалау критерийлері де тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрайды. Сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістікті ажырата алады. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып көлбеу және таза әдемі жаза алады. Ендеше талқылауға арналған сұрақтар. Етістікті есімізге бір түсіріп алайық. Етістік дегеніміз не? Етістіктерге қойылатын сұрақтарды атаңыздар. Өсті, ойнады, сайрады сөзіне сұрақ қойыңыздар. Ендеше 11-ші жаттығудан бастайық. 11-ші жаттығуда бізде мәтінді оқы, қарамен берілген сөздерді түбір мен қосымшаға ажырат дейді. Балалар, біз бұл тапсырманы ауызша орындаймыз. Ендеше мен мәтінді оқиын, сендер менімен бірге қосылып оқыңдар. 2 бала тоғайға бардық. Қарағайдың түрлі өсімдіктің жұпар иісі мұрныңды жарады. Аласа бұталардың арасынан сұр торғай, көк шымшықтар пыр-пыр ұшады. Алыстан ала қанат тоқылдақтың тоқылы естіледі. Тоғай іші көңілді. Ендеше балалар, қарамен жазылған сөздерді бір түбірі мен қосымшасын ажыратып көрейік. Тоғайға. Бұл жерде сөздің түбірі тоғайға. Жұрнағы ма, жалғауы ма балалар? Келесі сұрақтардың жауабын балалар маған аудиозаписпен жіберсеңіздер болады. Шымшықтар. Бұл сөздерді де түбірі мен жұрнағын ажырата отырып, маған ауызша аудиозаписпен түбірі мен қосымшасын ажыратып айтып жіберіңдер. Келесі 12-ші жаттығуға өшейік. 12-ші жаттығуда өлеңді жатқа жаз дейді. Ақ қанатты шағала, қалықтайсың жағада. Көк теңізден шықпайсың, жағасында ықтайсың. Өлеңнің авторы Тұрысбек Еділбаев екен. Ендеше тағы да 2 рет қайталайық, содан кейін жатқа көшіріп жазыңдар. Ақ қанатты шағала, қалықтайсың жағада. Көк теңізден шықпайсың, жағасында ықтайсың. Тағы да 1 рет қайталайық. Ақ қанатты шағала, қалықтайсың жағада. Көк теңізден шықпайсың, жағасында ықтайсың. Ендеше жатқа жазамыз балалар. Жатқа жазып болғаннан кейін етістіктердің астын сызып, өлеңге ат қоямыз. 12-ші жаттығуды орындап болсақ, балалар, 13-ші жаттығуда түлкі мен ешкі ертегісіндегі негізгі оқиғаларды есіңе түсір дейді. Ендеше суреттерді пайдалана отырып, жоспарды жалғастырып жаз дейді. Балалар, біз бұл суреттерде көріп тұрмыз ғой.
Одан бөлек біз қазір видеороликті қарайық, иә? Таппай бір күн керегі, жүгіріп түлкі келеді. Құлап кетті абайсыз, қазылған терең жер еді. Шыға алмастан тұрады, сырттан көмек сұрады. Су іздеген бір ешкі, апанға мойын бұрады. Су іздеген бір ешкі, апанға мойын бұрады. Сұрады ешкі ақырын, неғып тұрсың батырым? Ұялмай түлкі күледі, рахаттанып жатырмын. Іші салқын саябақ, су ішіп ал саялап. Ақыры ешкі секілді, түлкіге енді таямақ. Ақыры ешкі секілді, түлкіге енді таямақ. Қуанықтағы қу түлкі айлаға басты мың түрлі. Бізне шығып ешкінің далаға қарай ұмтылды. Асырып айла амалды, түлкі кетіп барады. Шырғаға түсіп алданып, апанда ешкі қалады. Шырғаға түсіп алданып, апанда ешкі қалады. Жарайсыңдар балалар, ендеше бұл тапсырманы да ауызша орындап кетейік, иә? Осы жаңа көрген видеоролик бойынша сұрақтар қойғым келіп отыр. Түлкінің іс-әрекеті дұрыс болды ма? Ешкі не үшін алданып қалды? Осы сұрақтардың жауабын аудиозаписпен жазып жібере қойыңдар. Келесі балалар 108-ші сабақтағы 15-ші тапсырманы орындайық. Мәтінді түсініп оқы. Мәтін бойынша бір-біріңе сұрақ қой дейді. Мәтіннің құрамын анықта. Бұл хабарлау мәтіні ме, әлде сипаттау мәтіні ме? Балалар, мәтінді менімен бірге оқисыздар, және де бұл тапсырманы да ауызша орындап кетейік. Бұл хабарлау мәтіні ме, әлде сипаттау мәтіні ме? Оны маған аудиозаписпен жазып жібере қойыңдар. Ендеше бірге оқиық. Мақта аса бағалы өсімдік. Одан тамаша талшық алынады. Мақта құнарлы топырақты және ылғалды ұнатады. Ол суармалы жерде өсіріледі. Піскен кезде қауашағы ашылады. Одан үлпілдеген ақ мақта көрінеді. Ендеше балалар тапсырманы жаңа түсіндіргендей орындай қойыңдар. Келесі 16-шы жаттығу жұмбақты көркемдеп жазып, шешуін тап дейді. Балалар, бұл өзіндік жұмыс, дәптермен жұмыс. Дәптерімізге көркемдеп, әдемі етіп жазып, шешуін таба қойыңдар. Жұмбақтағы етістіктердің астын сызып, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықтаңдар. Және де балалар, енді сабағымыздың соңында үй тапсырмасына мына тапсырмаларды алыңдар. Бірінші 17-ші, яғни үй тапсырмасына 17-ші тапсырма мен 18-ші тапсырманы аламыз. 17-ші тапсырмада оқы дейді. Сөздіктен осы етістіктердің синонимдерін тап дейді. Балалар, синонимдерді есімізге бір түсіріп аламыз. Содан кейін мына сөздердің синонимдерін табамыз. Мысалы, сыйлау, құрметтеу. Ары қарай келесі сөздерді өздеріңіз синонимдерді еске түсіре отырып, аяқтап орындайсыздар. Және 18-ші жаттығуда сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып, көшіріп жаз дейді. Кейіндірді етістігі қай кезде қолданылады? Ал кейінді етістігі ше? Одан кейін, өзің кішкентайларға қалай қамқорлық жасайтының туралы айтып бер дейді.
балалар, ендеше тапсырмаларды орындап маған суретке түсіріп жібере қойыңдар.